Рахымжан Отарбаев туралы сөз айту маған оңай емес. Өйткені мен ол кісімен қызмет бабында ғана режиссер, автор ретінде арақатынасымыз болды. Ең басында мен 90 жылдары Мағжаннан жаңағы Атамекен, Таушен деген фильмнен кейін біздің қазақ телефильм студиясына бір сценарий келіп түсті. Сценарий Шоқанның замандасы деп аталады. Яғни Шоқанның замандасы, және оған кино түсіру үшін ол тегін адам емес қой. Мұхаммед Салық Бабажанов туралы. Мұхаммед Салық Бабажанов туралы ол кезде Қазақ советтік энциклопедиясында 6-7 жол бар тұғын. Яғни ол Жәңгір хан заманында Исатай Махамбеттің көтерілісіне себепкер болған Қарауыл Қожа, бұл Жәңгір ханның қайнатасы. Сол Қарауыл Қожаның ұлы деп келтірілген, және орыс географиялық қоғамының, императорлық географиялық қоғамының мүшесі деп сөйтіп жазылған болды. Мына қызықты қараңыз. Осы 40 жылдық шығармашылығымда қаншама киноларды түсірдім ғой енді. Солардың қаншасына қандай кімдер сценарий жазды. Біразын өзім де жаздым ғой біразын. Бірақ сол сценарийлердің ішінде осы 60 шақты фильм дейікші. Сол Рахымжанға дейін және Рахымжаннан кейін менің қолыма дәл сондай сценарий түспеді. Ол тек әдеби тілде жазылғандықтан емес, соншалықты кейіпкердің өмірін зерттеп, документалист ретінде, және қай жерде, қандай архивтерде, қандай музейлерде, болмаса жергілікті қандай жер осы кейіпкердің тағдырымен байланысты. Соның бәрін орын-орынмен көрсете білген, және жаңағы ыждағаттылықпен архивте жұмыс істеген адамның тірілі екені көрініп тұр. Яғни, бұдан нені байқаймыз? Бұл 90-шы жылдар, 91-шы жыл ғой енді. Әлі совет өкіметі құлады деп құлайтынды білмейтін заман ғой. Сол кезде Ресей патшалығының шовинистік көзқарастағы саясатын қазақ даласына, қазақ халқына көрсеткен сұмпайылық кәдімгі. Сол саясаттың құрбаны болған Мұхаммед Салық Бабажановтың тағдырын өте терең, аз да болса сценарий негізі көп жазылмайды ғой, 20 шақты бет жазылады. Соның негізгі позициялар анық көрсетілген. Міне салық өлді дегенше халық өлді десейші деген артында мақал қалған кіші жүздің халқы солай мақал берген. Өйткені Мұхаммед Салық өз заманының өте озық туған азаматы болатын. Ол әрине жас кезінде жаңағы Жәңгір ханның ашқан мектебінде оқыды ғой енді болса Ордада. Кейін Орынборда оқыды. Сол Орынборда оқып, одан кейін Санкт-Петербургте Шоқан, Потанин солармен араласты. Орыс географиялық қоғамының мүшелігіне атақты Стасов деген орыстың меценаты бар. Сол екеуі бірге өткен екен, қабылданған екен. Және кейін үлкен күміс медалін алады ғой енді, кіші медалін бәтеуіп орыстың. Мұхаммед Салық істеп тұрған не? Ол жаңа мақалға келіп тіреледі. Яғни, Жәңгір ханның заманы Құрманғазы аренаға шықты. Мияқта Дәулеткерей. Дәулеткерей ол сұлтан түрі. Оның өмірі сылқым, сондай бір керемет, сұлу, кербез күй шығаруға лайықты адам. Яғни, оның өмірі, енді төрелердің өмірі ол кезде бай сұлтандар ғой енді. Оның есесіне Құрманғазы. Құрманғазыны қарасаңыз, анау Жәңгір ханға қарсы көтеріліске шыққандарды Жәңгір хан орыстың
казачествоның мына башқұрттардың көмегімен басады. Сонда қаншама адамдар қамыстың ішіне тығылады барып. Соны Жәңгір хан өртетіседі. Енді мынау Жаңаөзендегі атылды ғой жастар мысалы. Сондай сияқты Жәңгір ханның да сондай Махамбеттің айтатын жаңағы қан емессің қасқырсың дейтін сол. Осыны жас Құрманғазы көрген. Содан Құрманғазының әлемдік деңгейдегі күйінің шығуы. Міне осындай толғаныстарды мен мына сценарийдің өзін оқыған кезде біле салдым деп айтпаймын. Бірақ сол Рахымжан аға өткен архивтер, сол өткен жолдар жаңағы Ресейдің мысалы ғылым академиясының кітапханасы бар Ленинградта. Сол жерде отырдым. Қаншама архивтерден жаңағы 100 жыл бұрынғы газеттерді ашып отқан кезде жаңа шықты. Ол кезде компьютердің заманы емес. Яғни анау жаңағы шөптің арасында жоғалған инені қалай іздейсің? Дәл сондай ізденістердің нәтижесі. Яғни Рахымжан бұл жерде сол өзі жазып, өзі сол жақтың жігіті ғой енді. Сол қоғамды соншалықты жанына жақын біле білген. Міне соны бастау алғанмен жаңағы Мұхаммед Салық Бабажановтың образын ашу үшін Жәңгір ханды да, оның жанындағы Қарауыл Қожа, мына бетте Исатай Махамбет, мынақта Құрманғазы, мынақта Дәулеткерей. Міне осы кәдімгі қиян-кескі заманды аштым. Кейін Құрманғазы туралы да кино түсірдім ғой мысалы. Дипломдық фильмде түсірдім, кейін осында да кино түсірдім. Өкінішке орай ол кино қырқылды. Бірақ мен Құрманғазы маңындағы соның суреткерлік кеңістігіндегі қиян-кескі талас-тартысқа осы Рахымжан ағаның шақыруымен, сол кісінің бағыттауымен барғанды өзіме мақтан тұтамын. Шындығында Мұхаммед Салық мырзаның өмірі мен өлімі деген кино өте былай не шықты? Айқын және Ресей патшалығының қазаққа жасаған қиянатын әшкерелейтін бірден-бір кино болды. Сондықтан болар, сол кезде бастығымыз Ғаділбек Шалахметов сол киноның премьерасына телевидениеде болған кезде алғаш шығуына емханада жатқан, ауруханада жатқан жерінен келіп, Салық Зиманов екеуі, Салық атын білесің бе кім болыпты? Сол екеуі келіп, мен жас режиссермін ол кезде. Сол неге шықтық эфирге. Сөйтіп жаңағы сөйледі кәдімгідей, кіріспе. Сөйтіп ол киноның эфирде шықты, өте үлкен резонанс берді. Өкінішке орай сол премьераға мысалы Рахымжан аға қатысқан жоқ. Неге? Өйткені фильмді түсіріп, барлық жерде болып, монтажын жасап отқан кезде іздедім, еш таппадым. Осыдан келіп Рахымжанның екінші қыры шығады. Ол не? Бұл кісі көзге былай әрине мен енді қанша дегенмен дистанцияда болдым ғой. Қырсық мінезді болып көрінуі мүмкін, или приветті болып көрінеді ма, мынандай қатаң сияқты болып көрінеді. Бірақ сырты соншама қатаң болып тұрғанмен өз өте нәзік жан екенін кейін араласқан кезде көрдім ғой. Яғни мені өзінің бір інісі бауырындай еркелете білді. Мен еркеледім енді. Шындығында. Сөйтсем бұл кісі мынау қоғамда болып жатқан процестерге әсіресе мынау жағымпаздық, жаңағы азаматтық позициясын майлап жаңағы өзінің жаңағы ыңғайына қарай пендешілігіне құрылған мына кеңістік бар ғой. Осының кәдімгі соны жиіркенішпен қарайтын азамат екен. Оны кейін жаңағы жазбаларынан көріп отқан кезде барып ұқтым ғой енді. Мен оның жанында жүрген кезде, одан кейін тағдыр маған екінші рет ол кісіні қай жерде кездестірді. Яғни ол кісі өз жанына шақырып алды.
бұл Қызылорда қаласының 180 жылдығы тойланатын болып мені сонда шақырған болатын, құрметті азамат ретінде, туған жеріме. Бірақ маған сол кезде Рахымжан ағадан шақыру келді. Рахымжан аға болғанда ол Астана қаласындағы ғылым академиялық кітапханада бастығы болатын. Сол ана бір кітап, бір аты бар өздерінің, сол Мағжанға байланысты шара өткізбекші екен. Солтүстік Қазақстан облысына барып, Мағжанның туған жеріне. Міне соған мен Мағжан киномды алып бардым ғой. Енді Мағжан сияқты ұлы, кеңістікке сыймайтын. Енді ана Құрманғазы әлемге, мысалы мен Бетховенмен, кімдермен Құрманғазыны тікелей бірге қоям. Өйткені оның күйлерінде сол жатыр. Анау олардың тәптіштеп жаңағы Шостаковичтің болсын, Бетховен болсын, мысалы, олар симфонияны кәдімгі жазады ғой былай. А біздің Құрманғазының мықтылығы кішкентай ғана бір күйдің өзінде сол бүкіл жаңағы аналардың жазып кеткен симфониясының барлық несін суреткерлік, сол қоғамның келбетін береді. Бәрі бар ішінде. Экспрессиясы да бар, трагедиясы да бар. Мынау көк шашқан дейді, андай мындай дейді, табиғаттың тілімен сөйлеткен кезде. Енді сол Құрманғазы күйдің үні арқылы жасалынған суреткер ғой, мысалы. Мен оған Мұхаммед Бауыржанов арқылы бардым. Ал енді мына кімге? Мағжанға. Өзім жасадым сол киноның кезінде енді. 90 жыл түсірдім ғой. Мағжанның көзін көрген адамдарды іздеп жүріп, жинап сол киноны берген болатын. Мына адамдардың қысастығына бұл дауа жоқ қой. Сол Мағжанның киносы кезінде 90 жыл керемет шықты. Телевидениеден жаңа премьерасы болып жатыр, газеттердің бетінде жарқылған, радиодан беріп жатырмын. Содан мен сол кезде Мағжанның Кәрім Танаевтың кезінде шығарған болатын. Ол кісі мені алақанына салып тәрбиелеген адам. Кейін ол кісі қайтыс болды. Өкінішке орай 93 жылы Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығы атап өтіліп жатқанда маған 2 рет телеграмма келіпті менің атыма. Сол тойға, республикалық той, енді облыстың орталығында өтіп жатқан, соған шақырған. Мені соған айтпаған ғой. Кейін артынан көріп қалдым телеграмма. Директордың несінде столында жатқан хатшының. Не деп? Мынау не қалай маған айтпасың? Бастыққа апарып бердім ғой дейді директорға. Әбжан Жақсыбеков деген директорым болатын. Сонда сол қызғаныштан айтпаған. Осыған қалаға той не керек деген шығар. Енді кейін қанша жыл өткеннен кейін жаңағы Мағжанның еліне осы мені Рахымжан аға шақырып алды. Оралхан Бөкеевтің қарындасы сол жерде жұмыс істейді екен кітапханада. Сол мені шақырып, хабарласып, Рахымжан аға сізді келсін деп жатыр, фильм алып деп айтты деп. Сол мен жетіп бардым. Енді жолыңды басқаңды төлеп тұрса, командировочный беріп тұрса, нем бармыз. Сөйтіп Петропавлға барып, жаңағы сол ненің ішінде болдым, киноны көрсеттім, басқа бірге жүрдім. Міне Рахымжан ағамен тағы бір өте өмірде тек сахнада емес, сахнаның сыртындағы өмірін көрген кезім сол болды. Енді мінезі бір ақын сияқты. Көңіл күйіне, несіне бір толық күй. Ана шаш бұлап бетіп тұрады өз бітіп қойдым. Соны былай бір қайырып қояды да жаңағы. Мағжанға ұқсайды. Мен сол таңғалдым. Білмеймін, Мағжанды мінез сондай сияқты көрінеді маған. Бірақ оны ондай жазбайды, негізі жұмсақ болған ғой Мағжан. Мынау кесек. Титан дейміз ғой. Ана Фейсбукте нелерін оқығаннан кейін барып біле бастадым. Ол кісінің дүниеден өтерінің алдында керемет бір тартыстар болды. Сол кезде көрдім ол кісінің несін. Сонда барып ұнаттым мен. Өйткені мына қоғамға адам, негізі жазушы, суреткер адам өзінің позициясын ашық ұстау керек. Өйткені оған қарап жүрген халқы бар, оған қарап жүрген шығармашылық адамдары бар, әсіресе жастар. Біз алдымызда тұрған аға буынға не үшін қараймыз? Соларды өзімізге үлгі тұту үшін қараймыз.
солардың мінезіне, солардың сөзіне, солардың жаңағы қимылына, позициясына, міне ол сондай кезде көрінді ол кісі. Міне сол кезде көрінді, сұмдық көрінді. Сондықтан Рахымжан ағаның дүниеден озған кезінде маған енді мен Кәрім Танаев қайтыс болғанда қатты жыладым. Өйткені ол өзін тәрбиелеп өсірген сондай бір керемет адам болатын. Мені киноға шығарған. Сол сияқты Мұса Рахманбердиев деген директорым болды. Ол кісіге де мен қатты не алдым. Ол кісі де сол қайтыс болды, жас. Міне сол кісілердің арқылы, жаңағы Мұса Рахымжан екеуі дос қой, солардың жаңағы таныстырған замандасы маған аға болып өмірде кездескен. Рахымжан ағадан айырылғанда мен кәдімгідей үңірейіп қалған, осындай бір черная дыра дейді ғой, мынандай қап-қара қара түнек. Бірақ Рахымжан аға бақытты ғой негізі, шығармашылығына да. Әсіресе ол кісінің көз тірі кезінде жаңағы фестивалін жасады Атыраулықтар. Өте ризамын. Енді қанша дегенмен драматург, соның шығармалары қойылады, не алады. Міне қазір артында жалғасып жатыр. Өте ризамын. Сондықтан не деймін? Ол кісінің шығармашылығының эстетикалық, поэтикасы және қаншалықты әдебиет танушылар өзі орындарына қоя жатар, мысалы. Ал бірақ көз тірісінде ақ жас буынға аға бола білген бұндай суреткермен өмірде бірге болғаныма, сол кісінің сценарий бойынша фильм түсіргеніме өзімді бақытты санаймын, ризамын.